Біз өткен дәрісте имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллахтың «Уала шай'a мислу», яғни Аллаға ұқсас болған, Аллаға мисіл болған еш нәрсе жоқ деген сөзге келіп тоқтаған еді. Және өткен сабақта айтып кеттік, адам басқа нәрселерге табынумен, басқа нәрселерге дұға етумен, басқа нәрселерден көмек жәрдем сұраумен ширк кеткендей, сол сияқты Алла субханала тағаланың болмысын, Алла субханала тағаланың ақиқатын, Алла субханала тағаланың затын басқа нәрселерге ұқсату арқылы, яғни бұл жерде де басқа нәрселер Алла субханала тағалаға сифаттарында серік, яғни ортақ деп есептеумен де ширкке түседі дегенбіз. Және өткен жол біз насранилардың халі жайында олардың халін баяндап берген едік. Олар біріншіден Алла субханала тағаланың біреу емес үшеу деді. Құран кәрімде Алла субханала тағала ол жайында айтып кетеді. Және екіншіден олар Алла субханала тағаланы үшеу деумен бірге Алла субханала тағаланы басқа жаратылыстарға ұқсатты. Яғни біз Алланың қандай екенін білмейміз, Алланың баласы бар, олар үшеулік, әке, бала, киелі рух, бірақ біз олардың қандай екенін білмейміз деп қойған жоқ. Олар үшеу деп қабылдаумен бірге оларға тағы да адамның сифатын берді. Яғни олар біріншіден Алла субханала тағаланың біреу емес үшеу деп қабылдады, екіншіден Алла субханала тағаланы жаратылысқа ұқсатты. Олар өздеріндегі Алла адамды өз бейнесінде жаратты деген сөзге сүйене отыра толығымен Алла субханала тағалаға, Құдайға адамның бейнесін берді. Және олардың ұстанған жолы, олар әрдайым муташабихаттың артынан еретін еді. Муташабихат аят дейміз бе, немесе олардыңкінде енді қазір орыс тілінде келгенде стих дейді, глава стих деп бөледі. Сол муташабихат стихтеріне ере олар адасты. Және Алла субханала тағала Құран кәрімде насранилардың қиссасын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен келіп сөз таластыруын Али Имранда бекерге келтірген жоқ. Себебі Али Имран сүресін Алла субханала тағала Құранда мухкамат және муташабихат аяттардың бар екенін білдірумен бастайды. Уаллази анзала алейкал китаб минху аятун мухкамат. Ол Алла субханала тағала саған кітапты түсірді. Онда ашық, анық, мағынасы бір бетке болған, үзілді, кесілді, ешқандай басқаша түсінуге жатпайтын, бір қырымен ғана түсінілетін ашық, анық аяттар бар. Хунна умул китаб. Міне сол кітаптың анасы, ухару муташабихат, және сол сияқты басқа да муташабихаттар бар. Жүрегінде дерті болғандар муташабихаттарға ереді. Деп Алла субханала тағала Али Имранды осы аятпен бастады. Бұл аятта Құранда мухкамат және муташабихаттың бар екенін Алла субханала тағала білдірді. Енді жүрегінде дерті болғандар, олар муташабихатқа жабысып алады. Ал тура жолда болғандар, жүрегі саламатта болғандар, жүрегінде дерті болмағандар, олар мухкамат аятты басшылыққа алады. Біз өткен жол айтып кеттік, насранилар, яғни христиандар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Исаның Құдай екенін Құран арқылы дәлелдемекші болған кезде, олар өздерінде кітаптарындағы сөздерін келтіріп, олар муташабихат аяттарға жабысты. Ол Алланың сөзі деген, Алла тарапынан болған рух деген аяттарға жабысып, мухкамат аяттар тастап қойды. Мухкамат аяттар қандай аяттар еді? Олар Алла субханала тағаланың алдында Исаның мысалы адам секілді. Алла оған бол деді, ол болды. Және сол сияқты басқа да аяттар. Иса алейхиссалам өзінің Құдай емес, құл екендігін айтып жатқан аяттарды олар тастатты, муташабихат аяттарға ерді. Үсті олар адасуға түсті. Және біз өткен жол айтып кеттік, яғни қазіргі сөзімізге кіріспей болу үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде мұсылмандардың арасында да сондай топтар, сондай адамдар пайда болады. Олар алдыңғы кітап иелерінің артынан еріп кетеді. Олар кесірткен ініне кіріп кетсе, соның артынан кіріп кетеді. Яғни жардан құласа, жардан құлайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұны айтқан кезде ескерту ретінде айтып жатыр. Солардың қатарында болып қалмаңдар. Олар кімдер? Мағдуби алейхим ваббаллун. Яғни ашуға ұшырағандар және адасқандар. Алла субханала тағала олар солай сипаттап қойды. Яғни олардың артынан еру, ол әлбетте жақсылық емес. Неге? Себебі Алла субханала тағала оларды ашуға ұшырағандар, адасқандар деп қойды. Олардың кітаптары бұзылды, және олардың кітаптарында келген Құдайды адамға ұқсатып қойған сөздер ішінде келген стихтер. Олар сол кітапта бар ма, немесе кейіннен қосылған ба? Әлбетте көбісі қосылған кейіннен. Мысалы Құдайдың Ибраһим алейхиссаламға екі періштемен бірге келіп, ол жерде тамақ жеуі, сол сияқты басқа да келіп, пайғамбармен күресуі, соңында ұтылып қалуы, бұның бәрі адамдардың ойынан шығарылған. Алла субханала тағала Құран кәрімде
олар қолдарымен жазады деді. Арзан бағаға сату үшін. Және қолдарымен сөздер жазып, міне осы Алланың сөзі деп айтады деді. Алла субхана ва тағала біздің Құранды өзім сақтаймын деді. Алла субхана ва тағала инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Біз Құранды түсірдік және оны сақтаушымыз деді. Ол жерде зикр деген кезде, яғни араб тілін білетін адамдар болатын болса, Құранда бір жерлерде келген аяттар бар. Аятта келгені білмесеңдер кітап иелерінен сұраңдар деген жер бар. Кітап иелерінен сұраңдар деп келген. Ол жерде де фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Зикр иелерінен деп келген. Зикр иелерінен деп келген аят бар. Осыны кейбір христиандар, яғни өздерінің библияларының өзгермегендігіне дәлел ретінде алады. Қалайша? Олар айтады, Алла субхана ва тағала Яхуди, насраниларды зикр иелері деп тұр дейді. Зикр иелері, ахла зикр. Ахл деген ие деген сөз. Фасалу сұраңдар ахла зикри, зикр иелерінен. Ин кунтум ла та'ламун, білмесеңдер. Енді Құранда мына жерде айтып тұр, инна нахну наззална зикра, біз зикрді назил еттік деп тұр. Оларды зикр иелері деп тұр. Олар айтады, яғни зикр бұл жерде Библия, сол үшін де мына жерде біз Библияны назил еттік және біз оны сақтаушымыз деп Алла субхана ва тағала айтып жатыр деген шубхан айтады. Яғни бір күні біреуді кездестіріп қалсаңыздар, өйстіп айтып жатса, иншалла осы нәрсе есімізде болсын. Ал бұл жерде зикр не жайында айтылып жатыр? Библия жайында айтылып жатыр ма? Әлбетте жоқ. Неге? Себебі 2-3 аят алдын төбеге қарайтын болсаңыздар, осы аяттан алдын бұл Хижр сүресінде болу керек. Сонда Алла субхана ва тағала айтады, мүшриктер айтты дейді. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Саған зікір нәзіл болған Мұхаммад, иннака ла мәжнун, сен жындысың деп айтты дейді. Бұл жерде зікір деп не жайында сөз кетіп жатыр? Бұл жерде Құран туралы кетіп жатыр. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи нәзіл болған Құран. Мүшриктер айтты дейді, сен жындысың деп айтты. Зікір нәзіл болған. Және содан кейін Алла субхана ва тағала сол зікірді біз нәзіл еттік және біз соны сақтаушымыз деп, бұл жерде әлбетте Құран жайында кетіп жатыр. Бұл жерде ешқандай Библия жайында сөз кетіп жатқан жоқ. Алла субхана ва тағала біздің Құранымызды сақтап қойды екен. Онда біз қай жағынан оларға ұқсап қаламыз? Алла субхана ва тағала пайғамбар саллаллаху алейхи айтты, сендер өздеріңнің алдыңғылардың артынан ересіңдер деді. Яғни сендер мұсылмандардың арасында сондай топтар болады, олар солардың артынан еріп кетеді. Ал жалпылама артынан еріп кетпейді әлбетте. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи хадис бар, менің умметім адасушылықта жиналмайды, топ болмайды деген. Адасушылықта жиналмайды. Яғни кейбір мұсылмандар сол жалпы жамағаттан шығып, жеке-жеке аз ғана топтар адасып кетуі мүмкін, ал бірақ әрдайым ақиқат иелері көп болған. Ақиқат иелері көп болған. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи әрдайым жамағатпен бірге болуды бізге бұйырған. Енді кейбіреулер қазіргі кезде ақиқат иелері әрдайым олар аз болып жүреді, аз олар бір кішкентай топ болады деген сияқты адамдарды көзқарас қалыптастырмақшы. Оның артында да яғни өздерінің көздеген нелері бар. Соңында өздерін тура жолда қалғандарды адасқанға шығаруға сол үшін бір айтылып жатқан сөз. Енді Құран өзгермейді екен, әлгі топтар мұсылмандардың арасынан шығатын еврей христиандарға еріп қалады екен. Қай жағында? Біріншіден біздің арамызда да сондай Алла субхана ва тағаланы жаратушыны жаратылысқа ұқсатып қоятын сондай ағымдар, сол жолды ұстанған адамдар пайда болды. Қалай? Әлбетте салыстырмалы түрде алғанда мұсылмандардың ішіндегілер әлбетте абзал әлгілерден. Яғни ұқсастықтың өзінде де, ұқсатудың өзінде де Яхуди насранилар сияқты 100% ұқсату емес олар. Олар қай жағынан ұқсатады? Негізгі ақиқаты жағынан, болмысы жағынан ұқсатады, бірақ көрінісі жағынан Алла субхана ва тағаланікі өзіне тән деген сөз айтады. Мысалы, біздің арамызда өкінішке орай сондай топтар жүр. Олардың көзқарасында Алла субхана ва тағала екі қолдан, екі көзден, екі аяқтан, балтырдан, саусақтардан тұрады. Яғни Алла субхана ва тағаланың сифаттары сол дейді. Және Алла субхана ва тағала сол екі аяғымен жүгіреді дейді. Алла субхана ва тағала жүгіреді дегенде қатты жүгірмейді, әлбетте жай жүгіреді дейді. Яғни легким бегом, қатты жүгірмейді дейді. Сөйтіп Құранда, хадисте келген кейбір сөздерді тікелей мағынасында қабылдап, олар Алла субхана ва тағаланы жаратылысқа ұқсатуға алып келеді. Оларға сұрақ қойсаң, сен бұл екі қолы бар, екі аяғы бар, екі көзі бар, жүзі бар деумен Алла субхана ва тағаланы ұқсатып жатқан жоқсың ба десек, олардың жауабы әрдайым еститін жауабымыз жоқ. Неге ұқсату екен бұл? Неге бұл ұқсату екен? Саған сен итке ұқсайсың десем ашуланасың ба дейді. Енді бір адамға айтса, сен итке ұқсайсың десе, ол адам ашуланады ма? Негізі бұл жерде сұрақ кетеді. Қай жағынан? Қай жағынан мен ұқсаймын? Қай жағынан мен ұқсаймын? Егер, мысалы, бағана әлгілердің айтып жатқан сөзі, олар айтады, иттің өзіне жараса қолы бар дейді, мысалы. Иттің өзіне жараса көзі бар, маймылдың өзіне жараса қолы бар, маймылдың өзіне жараса жүзі бар, адамның өзіне жараса қолы бар, адамның өзіне жараса аяғы бар. Біз адамның қолы бар деген кезде адамды маймылға ұқсатып жатқан жоқпыз ғой. Немесе адамды итке ұқсатып жатқан жоқпыз ғой деген сөз айтады. Енді ол қаншалықты бұл сөз рас? Қаншалықты бұл ғылым таразысына салған кезде ақиқатқа жақын сөз?
Егер ұқсастық, бұл жерде ұқсастық көрініс жағынан болса, әлбетте ұқсамайды. Яғни форма жағынан. Әрқайсының көзіне жараса. Маймылдың жүзі өзіне жараса, маймылдың қолы өзіне жараса, қолы жүн, тырнақтары басқаша. Адамның көзіне жараса, иттің көзіне жараса, яғни көріністері әртүрлі. Бірақ негізгі ақиқаты бір. Себебі бәрінде ол бір қызметті атқарады. Ұстау, жүру, төрт аяқтыларда. Көз бәрінде көру қызметін атқарады. Құлақ бәрінде есту қызметін атқарады. Және маймылда да, итте де, адамда да ол ағза. Және ол дененің бір бөлігі. Осы тұрғыдан алатын болсақ, ит пен маймылдың, адамның ақиқаты бір. Неге? Итте, маймылда, адамда барлығы неден тұрады? Ағза мүшелерден тұрады. Бірақ бір-бірінен ерекшеленетін жері қай жерде? Тек қана форма жағынан, көрініс жағынан. Арашон кайфият деді. Яғни ақиқат жағынан бір. Мысал, қара жүзім мен көк жүзім. Айырмашылығы неде? Айырмашылық түсінде. Мынау әлі шикі жүзім, енді піспеген жүзім болатын болса, әшші болады. Ал бірақ ақиқаты бір ме? Екеуі де жүзім ба? Екеуі де жүзім. Ақ шаш пен қара шаш. Екеуі де бір шаш. Бірақ көрінісі ғана бір-бірінен өзгешеленеді. Яғни адам мен маймылдың арасындағы өзгешелік тек қана көрініс жағынан. Болмасам, қол барлық нәрседе, барлық хайуанаттарда да, адамда бәрінде де бір нәрсе ол. Ол дененің бір бөлігі, және ол ағза. Және ол ұстау, беру, алу құралы. Мысалы, сізге біреу айтса, қол десе, сізге айтқан жоқ, адамның қолы, иттің қолы басқа. Қол деген ұғымның өзі. Қол деген кезде сіз нені түсінесіз? Яғни, қол деген кезде, сіз қол деген сөзді түсіндіріп берші деді. Сіз айтасыз, қол деген ол дененің бір бөлігі, ол адамның ағзаларынан, ол ұстау құралы деген сөзді сіз айтасыз. Себебі қол деген ұғым осыны білдіреді. Яғни барлығында қол деген кезде, ал енді адамның қол деген кезде сіздің ойыңызда бір белгілі бір кейіптегі қол пайда болады. Яғни бір сипатқа енеді, көрініске енеді. Иттің қол деген кезде тура сол сияқты. Маймылдың қол деген кезде басқаша. Роботтың қол деген кезде мүлде басқаша формаға енеді. Бірақ бәрінде ол бір нәрсе. Ол дененің бір бөлігі, ол алу беру құралы. Енді бір адам айтып жатса, Алла субханала тағала, біз Алланы ұқсатпаймыз. Адамның өзіне жараса қолы бар, иттің өзіне жараса қолы бар, адамның өзіне жараса аяғы бар, маймылдың өзіне жараса аяғы бар. Сол сияқты Алла субханала тағаланың өзіне жараса қол аяғы бар деген сөзді айтса, бұл адамның айтпақшы жатқаны, яғни Алла субханала тағаланың өзіне жараса ағзасы бар, ағза мүше. Алла субханала тағалада да ағза мүше бар. Неге? Себебі қол деген сөз ұғымы ол ағза. Сіз басқа қол деген нәрсені таппайсыз, қол деген ұғымнан. Қол деген ұғым бұл ұстау, беру, алу құралы. Бұдан басқа нәрсе емес. Және ол мүше, ол дене. Одан басқа оның басқаша, сіз басқа қол десе, сіз одан басқа нәрсені түсінбейсіз. Яғни бұны айтып жатқан адам, Алла субханала тағала адам көрінісі жағынан өзіне жараса қол аяқтан тұрғандай, маймыл өзіне жараса қол аяқтан тұрғандай, Алла субханала тағаланың да өзіне жараса қол аяғы, яғни ағза мағынасында, мүше мағынасында сол ағзаның қызметін, мүшенің қызметін атқаратын қол аяғы бар деген сөз шығады. Тек қана біз ұқсатпаймыз деген кезде, яғни адам маймылға ұқсамайды деген сөзді айтқанда, Алланың көзіне жараса қолы бар деген, яғни көрінісі жағынан басқаша деген сөз шығады. Сонда бұл адам не айтпақшы? Бұл адам айтпақшы, Алла субханала тағала қолдан, аяқтан, көзден, яғни ағзалардан тұрады, бірақ ағзалардың көрінісі басқаша дегенді айтпақшы. Енді бұл адам ширкке түсіп жатыр ма? Әлбетте ширкке түсіп жатыр. Қай жағынан ширкке түсіп жатыр? Алла субханала тағаланың ақиқатын болмысын, басқалар нәрселердің болмысына ұқсатып жатыр. Көрінісін деп жатқан жоқ біз. Болмысын деп жатыр. Христиандардың қосымша тағадасқан жер, олар көрінісін де берді. Ал бізде жүргендер көрінісін берген жоқ. Көрінісінде өзіне жараса деді. Бірақ ол сол қол мағынасында. Қол деген кезде бұл жерде сен нені мақсаттап тұрсың? Шынайы қол ма десең, иә шынайы қол деді. Хақиқи деді. Яғни арабша айтқанда хақиқи қол дейді. Енді араб тілінде жалпы хақиқа дейді. Яғни ақиқат деген сөз. Шынайы деген мағынаны білдіреді. Шынайы нәрсе, немесе хақиқа деген араб тілінде үш түрге бөлінеді. Мысалы, сіз айтсаңыз, мен тамақты қолыммен жедім десеңіз. Бұл жерде нені білдіреді? Яғни сіз сол ағза, сол ұстау құралымен тамақ жегеніңізді білдіреді. Ал енді пәленшінің қолы ашық десеңіз, ол қандай мағынаны білдіреді? Жомарттығын білдіреді. Біріншісінде қол шынайы мағынасында қолданылып тұр. Бұны арабша хақиқи мағына дейді. Хақиқи, яғни шынайы мағынасында. Шынайы мағынасы қай мағына? Ол ағзаны білдіретін мағынасы. Ал енді қолы ашық, қолы ұзын, барлық нәрсе оның қолында деген сөздер айтылған кезде бұл қандай мағына делінеді? Ауыспалы мағына. Араб тілінде хақиқа дейді біріншісін, яғни сөз өзінің негізгі мағынасында қолданылған кезде оны хақиқи мағынасы дейді. Екінші мағынасы мәжази мағынасы, ауыспалы мағына. Негізгі мағына дейміз.
Мысалы негізгі мағына деп айтатын болсаңыз, бізде сөздер бар ғой. Ажалдың тырнағына ілікті дейді. Ажалдың тырнағына ілікті деген сөз бұл жерде ол мәжази сөз, хақиқи сөз емес. Неге? Себебі бұл ауыспалы сондай бір бейнелеу мағынасында айтылған. Сіз тырнақ жыртқыштарда болады, аңдарда болады. Сол тырнақты алып, ажалға беріп, ажалды сондай бір тырнақты нәрсе қылып суреттеп беріп жатсыз. Бұл тек қана әсірелеу, бейнелеу. Ақиқатында ол ондай емес. Немесе мысалы айтады, аузын ашса жүрегі көрінетін адам екен деп. Бұл шынайы мағынасында ма? Шынайы мағынасында емес әлбетте. Ауыспалы мағынада. Яғни арабша бұны не дейді? Мәжази мағына дейді. Ауыспалы мағына, мәжази мағына. Шынайы мағынасы хақиқи дейді. Әл-мағна әл-хақиқи, хақиқи мағынасында. Аузын ашса жүрегі көрінеді деген сөзді хақиқи мағынада десеңіз, онда ол аузын ашқан кезде ар жағында ұрып тұрған, соғып тұрған жүрегі көріну керек. Бұл әлбетте ондай мағынада емес. Яғни хақиқи мәжази мағына. Енді екіншісі бар, бұны хақиқа лұғауия, яғни араб тілінде тілдік мағына. Бұл жерде тілдік мағына. Тілдік хақиқи мағынасы делінеді. Енді шынайы мағына бар, шариғат беретін мағына бар. Мысалы, ас-салах, намаз. Енді бізге аударғанда намаз. Салах сөзінің негізгі мағынасы нені білдіреді? Дұға дегенді білдіреді. Закат нені білдіреді негізгі мағынасы? Тазару дегенді білдіреді. Тазару, көбею, саум, тыйылу, бір нәрсені тыйылу дегенді білдіреді. Негізгі мағынасы. Бұл тілдік мағынасы. Енді шариғат келеді де осы сөздерді тілдік мағынасынан алып, оны тілдік мағынаның ішінен оны шығарып алады да, оған жаңа мағына береді. Мысалы, зекет деген не? Зекет, сол үшін де ғұламалардың кітабында қарайтын болса, зекет деген тілдік мағынасы ол тазару дегенді білдіреді. Шариғи терминдік мағынасы ол белгілі бір малдардың, өнетін малдардың түрінен белгілі бір нысапқа жеткен кезде, жыл айналғаннан кейін белгілі мөлшерде берілетін ақша, мал соған айтылады. Зекетті. Ораза деген не деген кезде? Саум, тілдік мағынасы тыйылу, ал шариғи терминдік мағынасы ол таңның атқанынан күннің батқанына дейін қарын және фарж, яғни әурет шахуаттарынан тыйылу. Намаз не деген кезде негізгі мағынасы саля, негізгі мағынасы дұға. Алла субхanahu ва таала Құран Кәрімде инналлаху ва малаикатаху юсаллуна аля наби. Шын мәнінде Алла субхanahu ва таала және періштелер пайғамбарымызға юсаллун, салат етеді деп. Әлбетте бұл жерде намаз оқиды деген мағынада емес. Бұл жерде тілдік мағынасында. Енді Алла субхanahu ва тааладан салат, яғни салауат, ол рахмат мағынасында, періштелерден дұға мағынасында. Әйюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Ей иман келтіргендер, сендер де пайғамбарға салат, салауат. Яғни бізде аударғанда салауат айтыңдар деп аударамыз. Оны намаз оқыңдар деп аудармаймыз. Неге? Себебі біз бұл жерде оның терминдік мағынасын беріп жатқан жоқпыз, оның тілдік мағынасын беріп жатыр. Енді бұны біріншісін, сабана саум, закат, салах, бұлар тілдік хақиқи мағынасы делінеді. Енді екінші шариғи мағынасы бар. Шариғи хақиқи мағынасы делінеді. Бұл, яғни араб тілінде хақиқа деген кезде, шынайы деген кезде ол үш түрге бөлінеді. Шынайы тілдік мағынасы, шынайы терминдік мағынасы, және үшінші шынайы әдеттегі мағынасы. Әдет ғұрыптағы, үрдістегі, күнделікті, айналымдағы мағынасы. Яғни тілдің хақиқи мағынасы деген кезде араб тілінде бір сөздің тілдік хақиқи мағынасы делінген кезде ол хақиқи не тілдік мағынасы болады, не шариғи мағынасы болады, не үшіншісі урфи дейді, ғұрып, яғни әдет ғұрып. Яғни күнделікті бір нәрсенің қайталануымен пайда болған мағыналар. Мысалы, сізге біреу айтса, үйге кел, ет асып жатырмын десе, сіз нені түсінесіз? Қамыр-ауқат, бешбармақ түсінесіз, солай ма? Сіз оның үйіне барған кезде сізге сорпа берсе, сіз айтасыз, ет асып едім ғой. Мен ет асып жатырмын деп айтып едім ғой. Яғни бұл ет асу деген сөз, мысалы оны басқа жақтан келген адамдар ет асу деген сөзді, мысалы ол құлағына қаратта ет деген сөз тауып алды, асу деген, яғни бұның мағынасын біледі. Ал бірақ ет асу деген оның бұл ғұрыптағы мағынасы пайда болды. Бұл мағына не дейді? Араб тілінде хақиқа урфия дейді. Хақиқа лұға, тілдік хақиқи мағынасы емес. Тілдік хақиқи мағынасында кез келген тамақты етпен істесеңіз, ол етті тамақ болады. Ал ет асу деген кезде, қазақ тілінде, ол бешбармақты білдіреді. Ол ұрыфта пайда болған нәрсе. Яғни әдет ғұрыпта, яғни күнделікті қолданумен адамдарда сондай ұғым пайда болған. Сол үшін де енді бір адам сізге әлгі сөзді айтып жатса, Алланың өзіне жараса қолы бар, адамның өзіне жараса қолы бар, иттің өзіне жараса қолы бар. Қолы бар дегенде, қол деген бұл қай мағынада? Ол айтады, сіз одан сұрайсыз, шынайы қол ма, хақиқи қол ма? Ол айтады, иә хақиқи қол. Енді бұл жерде әлбетте ол мәжази мағынада деп тұрған жоқ, ауыспалы мағынада. Ауыспалы мағынада деген кезде, мысалы Алланың қолында деген кезде, яғни Алланың меншігінде, Алланың билігінде деген мағына шығады. Алланың қолы ашық деген кезде, яғни бұл жерде Алланың жомарттығын білдіреді деген мағына шығады. Ол айтады, жоқ, бұл ондай ауыспалы мағынада емес, хақиқи мағынасында. Енді хақиқи мағына деп нені мақсаттап тұрсың? Хақиқи, тілдік мағынасы ма, қол дегеннің, немесе шариғи мағынасы ма, немесе үшінші урфи мағынасы ма? Шариғи мағынасы дейтін болса, шариғат қол деген сөзге терминдік мағына берген жоқ.
Шариғатта қол деген сөзді алып, оған терминдік мағына берген жоқ. Бағана салат, закат, саум, хадж. Негізінде хадж деген сөз ол бір нәрсені мақсат ету деген сөз. Негізгі мағынасы. Ал оның терминдік мағынасы бар. Ол бағана харам айында Меккеге барып, белгілі бір уақытта қажылық істерін атқару. Яғни бұл сөздерге шариғи мағына бергенде Алла субханала тағала Құран Кәрімде, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде қол, аяқ деген сөздерге мағына берген жоқ шариғи. Сол үшін де біз оның шариғи мағынасы деп айта алмаймыз. Енді сонда қандай шынайы? Әдет ғұрыптағы шынайы мағынасы ма? Әдет ғұрыпта дейтін болсақ, ол Алла субханала тағала ешкім көрген жоқ. Әдет ғұрыпта күнделікті көріністегі мағынасы деп айтатындай. Енді бірақ мағынасы қалып тұр, ол шынайы мағынасы деген. Шынайы қол дегеннің шынайы сөздік мағынасы. Сіз оны қайдан іздейсіз? Сіз оны словардан іздейсіз. Солай ма? Мысалы, сізге біреу келді да, саум деген не деді? Саум деген яғни ораза. Сіз одан сұрайсыз, терминдік мағынасы ма, тілдік мағынасы ма? Тілдік мағынасы десе, сіз оны словардан іздейсіз. Себебі словарда қазір отырады. Саума, ясуму, сауман. Саум яғни тыйылу. Сіз оған келесіз, тыйылу дейсіз. Ол айтады, жоқ, мен шариғи мағынасын білемін. Сіз шариғи мағынасын іздеу үшін словарда шықпайсыз. Сіз шариғи мағынасын білу үшін нені ашасыз? Фиқ кітабын ашасыз. Фиқ кітабында оның шариғи мағынасын берген, терминдік мағынасын берген. Ораза деген мынау, оның бұзатын нәрселер мынау деп, соны түсіндіріп кетеді. Енді қол сөзінің сіз қай мағынада айтып жатырсың деп әлгі адамнан сұрайсыз. Ол айтады, мен әлбетте шариғи терминдік мағынасы емес, себебі қолдың терминдік мағынасы жоқ. Енді ауыспалы мағынасы ма? Жоқ, ауыспалы мағынасы емес дейді. Онда қандай мағынасы? Ол айтады, тілдік мағынасы дейді. Сіз словарды ашып көресіз. Словарды ашып көрсеңіз, қол деген дейді, ол ұстау құралы дейді. Араб тілін қандай кез келген сөзді ашатын болсаңыз, айтады, ол қол деген сөз яд, яғни арабша яд. Ол айтады, алатул ахзи вал ата, беру алу құралы дейді. Ол дененің бір бөлігі дейді. Яғни түсіндіріп жатыр қолдың не екенін. Ол жариха дейді. Жариха деген яғни кәсіп құрал деген сөз. Кәсіп құралы араб тілінде кәсіп құрал деген білдіреді. Мысалы Алла субханала тағала Құран Кәрімде айтады: "Ва хуаллази ятаваффакум бил-лайл", сендерді Алла субханала тағала түнде өлдіреді. "Ва я'ламу ма жарахтум бин-нахар", сендердің нені күндіз кәсіп еткендеріңді біледі дейді. Яғни жараха деген сөз кәсіп ету дегенді білдіреді. Жариха кәсіп құралы дегенді білдіреді. Ал адамның ағза мүшесінің бәрі жариха, яғни кәсіп құралы. Сіз көзбен көруді кәсіп етесіз, қолмен ұстауды кәсіп етесіз, аяқпен жүруді кәсіп етесіз, құлақпен естуді кәсіп етесіз. Біздің іс-әрекетіміздің бәрі осы құралдар арқылы іске асады. Енді әлгі адам Алла субханала тағаланың шынайы қолы бар деген сөзі, яғни Алла субханала тағала басқа жаратылыстар қолдан, аяқтан, көзден, құралдардан, ағзалардан, мүшелерден тұрғандай, ол да Алла субханала тағалада дене, Алла субханала тағалада ағза мүшелерден тұрады деген сөз шығады. Яғни ол Алла субханала тағаланың болмысын, ақиқатын басқа нәрселердің болмысына ұқсатып жатыр. Мысалы бізде мушрик деген сөз бар, дұрыс па? Мушрик дегеніміз не? Мушрик яғни ширк келтіруші, яғни Алла субханала тағалаға ортақ қосушы. Енді бізде таухид деген нәрсе бар. Таухид дегеніміз не? Алланы бір деп білу. Алланы бір деп білуші адамға муахид дейді. Мысалы ширктің антонимі таухид. Енді ширк істеп жүрген адамға мушрик делінсе, таухидті Алланы бір деп біліп жүрген адамға муахид дейді. Бұл сөз жаттап алсаңыздар болады. Муахид, яғни Алланы бір деп білуші. Әлгі адам, әлгі сөзді айтып жатқан адам, Алланың өзіне жараса қол аяғы бар деген, хақиқи шынайы қол аяғы бар деген адам, ол Алланың болмысында мушрикті, көрінісінде муахид болып тұр. Болмысында, яғни Алла субханала тағаланың болмысына басқа нәрселердің болмысын ұқсатумен, ол басқа нәрселердің болмысын Алла субханала тағаланың болмысына ортақ етумен, ол адам Алланың затында, Алланың ақиқатында, Алланың болмысында ширкке түсіп жатыр. Ал енді қай жағынан ол муахид, таухид тұсынан жатыр? Көрінісі жағынан ғана. Яғни Алла субханала тағаланың көрінісі басқа нәрселердің көрінісінен өзгеше деген сөзді айтпақшы. Бұл адам нағыз таухидті орындап жатыр ма? Әлбетте орындап жатқан жоқ. Енді ахлу сунна вал жамаа лайса камислихи шей, Алла субханала тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген аят бар Құранда. Бұл аяттан валам якул лаху куфуан ахад, сол сияқтағы аят, еш нәрсе Алла субханала тағалаға тең емес. Бұл аяттардан ахлу сунна вал жамаа ғұламалары Алла субханала тағала бар екендігін және бар болуында, болмысында, ақиқатында жаратылыстан түгелдей өзгеше екенін түсінді. Яғни Алла субханала тағаланың болмысы, ақиқаты басқа нәрселердің болмысы сияқты емес, ақиқат сияқты емес. Имам Абу Джафар Тахауи да сол үшін өзінің ақидасында, біз иншалла оған уақыт келгенде кеңірек тоқтаймыз, Алла субханала тағала шектеулерден пәктеді. Алла субханала тағала ағзалардан пәктеді. Алла субханала тағала құралдардан пәктеді. Және Алла субханала тағала басқа нәрселер, екінші бір нәрселердің бір тарапында болғандай, Алла субханала тағала алты тараптың бірінде де емес деді. Яғни ол Алла субханала тағала шектеулерден пәктеу арқылы Алла субханала тағала дене емес демекші. Дене дегеніміз не? Дене дегеніміз араб тілінде оны жисім дейді. Жисім не деген кезде? Жисім ол әрбір шектеуі болған және өлшем жүретін нәрселер дейді. Өлшем деген кезде нені айтамыз? Ұзындығы, ені, қалыңдығы,
жұқалы, салмағы, бұның бәрі өлшеулер. Дене деген нәрсеге өлшеу жүреді. Мысалы, адам денеден тұрады. Оның шектеулері бар, сіз оны әкеліп өлшей аласыз. Енді, сана дуал да дене, бірақ ол өлі дене, сіз тірі дене. Ал бірақ денелік жағынан сізбен дуал бір. Неге? Себебі екеуіңізге де өлшем бар. Екеуіңізге де өлшем жүреді. Бірақ айырмашылық, сіз тірі дене, ол өлі дене. Яғни айырмашылығы сол жағынан ғана. Және көрінісі жағынан ғана. Мысалы, басқа хайуанаттармен арамыздағы айырмашылық көрініс жағынан ғана. А негізінде денелер бәрі бір. Дене деген нәрсе, яғни ол бір ұғым. Сол үшін де ол кісі Алла субхана тағала шектеулерден пәктеумен Алла субхана тағала дене емес деген сөзді айтып жатыр. Яғни кім Алла субхана тағала дене десе, ол әлбетте Алла субхана тағаланы басқа нәрселерге ұқсатып, жаратылысқа ұқсатып, себебі жаратылыс денеден тұрады. Аспан, жер, бұның бәрі денелер. Ол кісі Алла субхана тағала дене емес деп жатыр. Яғни дене деген нәрседен одан Алла субхана тағала пәк. Ал енді Алла субхана тағала дене болмаса, онда қалай Алла субхана тағала ағзалардан, мүшелерден тұрады? Себебі ағза, мүше оның бәрі дене. Сол үшін де Алла субхана тағала ағзалардан да, мүшелерден де пәктеп, Алла субхана тағаланы жалпы түгелдей ұқсастықтан пәктеп жатыр. Яғни біз лайса камисли шей, Алла субхана тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген аятты әхлі сүнна вал жамаа бұдан нені түсінді? Алланың бар екендігін, және бір екендігін түсінді. Бір деген кезде барлық нәрседе бір, оның ешқандай ортағы жоқ. Ақиқатында да, болмысында да бір, еш нәрсеге ұқсамайды. Ал әлгі сөзді айтып жатқан адамдар, олар Алла субхана тағаланы бір деп танып жатқан жоқ, болмысында. Сол үшін де олар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, кімдердің артынан еріп бар жатыр? Яхуди, насранилардың артынан еріп бар жатыр. Яхуди, насранилар Алла субхана тағаланы адамға ұқсайды деді. Алла субхана тағала адамға ұқсайды деді. Сөйтіп адамның бейнесін берді. Ал біздегілер бейнесін берген жоқ, ақиқатын берді, болмысын берді. Әлгі муташабих аяттарды ұстанып алып, бағанағы Алла субхана тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген негізгі басшылыққа ұстау керек болған негізгі басты аяттарды сырып қойды да әлгі аяттарға бірінші жабысты. Соңында келді, лайса камисли шей, Алла субхана тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген аятқа келді. Бірінші айтты, Алланың екі қолы бар, екі аяғы бар, екі көзі бар, Алла жүреді, жүгіреді, ұстайды. Дейді, соңында келді, Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген аят бар ғой десең, көрінісі жағынан еш нәрсеге ұқсамайды. Сонда бұл аяттың ерекшелігі ол адамдарда лайса камисли шей деген тек қана көрінісі жағынан. Еш нәрсеге ұқсамайды, тек қана көрінісі жағынан. Ал ахлі сүнна вал жамаада лайса камисли шей деген кезде, Алла субхана тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген кезде болмысы жағынан. Мүлдем, яғни өзгеше. Мүлдем өзгеше деген сөз. Енді сол біздің арамызда пайда болған сол кітап иелеріне еріп жүргендер одан да қаттырақтағы да балшыққа батты. Іздеп қараса бізде де хадис бар екен. Алла субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты деген хадис бар екен. Алла адамды өз бейнесінде жаратты деген хадис бар екен, қараса. Сонымен келді тағы да балшыққа тағы да батты осы хадисті түсіндіруде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген хадис бар. Инна Аллаха, шын мәнінде Алла субхана тағала халақа жаратты адамды аля суратихи, өз суретінде, өз бейнесінде. Хадис бар. Енді ахлі сүнна вал жамаа ғұламалар бұл хадиске қандай мағына берді? Біріншіден, араб тілінде исм захир, сәл бастарыңыз шаршайтын шығар, бірақ иншалла түсініп алу керек, себебі бұл ақида мәселесі. Исм захир деген бар. Есім және дамир дейді. Дамир деген нәрсе бар. Мысалы, раайту Мухаммадан, Мухаммадты көрдім, ва захабту мааху, және онымен бардым. Онымен деген сөз бұл жерде бұл дамир деп аталады. Бұл дамир. Енді онымен деген бұл кімге қатысты айтылып жатыр? Мухаммадқа. Яғни дамир, араб тілінде дамир есімге қайтады. Есімге қайтады. Мысалы, Алла субхана тағала Құран кәрімде инна нахну наззална зикра, біз зікірді нәзілеттік, ва инна лаху лахафизун, және біз оны деген кезде не жайында айтылып жатыр? Зікір жайында айтылып жатыр. Бірақ бұл дамир делінеді, есім емес. Мысалы, Алла субхана тағала айтты, қул хуаллаху ахад, айт, ол Алла бір. Енді уалам якул лаху, оған еш нәрсе тең емес деген кезде лаху деген бұл жерде дамир не жайында? Аллаға айтылып жатыр. Яғни Алла жайында айтылып жатыр. Енді араб тілінде ереже бар. Айтады, дамир ең жақын болған есімге қайтады деді. Ең жақын болған есімге қайтады деді. Яғни инна Аллаха, шын мәнінде Алла халақа жаратты адамды аля суратихи. Хи деген бұл жердегі әлгі біз айтып жатқан дамир араб тілінің ережесі бойынша адамға қайтады. Яғни Алла субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты. Яғни жаратылған күні, оған рух үрленген күні, ол қай бейнеде болса, ол басқа бір бейнеден, екінші бір түрден, мысалы адам сияқты, біз басқа ұрпағы сияқты, ананың жатырына түсіп, одан ұйыған қанға айналып, одан бір кесек етке айналып, одан туылып, Адам алейхиссаламда ондай нәрсе болған жоқ. Алла субхана тағала сол 70-60
па, хадисте келгенде құлаш бойымен оны жаратты, әуелден солай жаратты. Ол біз сияқты кезеңдерден өткен жоқ. Және ол бағана атеисттер айтпақшы, адам бірінші басында не болды деді, бір балық сияқты, ит балық болды, басқа болды, маймыл болды, соңында адам болды деген сияқты ондай кезеңдер болған жоқ. Алла субханала тағала адамды өз бейнесінде жаратты. Жәннатта ол қай бейне еді, сол бейнеде оны жаратты. Ол бір дамулардан өткен жоқ. Әхлі сүнна оған бірінші осындай мағына берді. Екінші мағынасы, бұл хадис кімге қатысты айтылып тұр деді. Қарасақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні бір кісіні көреді, өзінің қолын ұрып жатқан. Қолын ұрып жатқан кісіні көреді де оған айтады: қолыңды оның жүзінен ұрма деді. Шын мәнінде Алла субхана тағала адамды оның бейнесінде жаратты. Яғни хи деген бұл жерде аля суратихи деген ұрылып жатқан адамға қатысты айтылып тұр деді. Мысалы, сіздің балаңыз туылса, балаңыздың түрі айнымай атаңыз болса, мысалы сіз оның түріне кәдімгідей оның бейнесінен атаңызды көріп тұрасыз. Яғни оның жүзінен ұрып жатқан кезде сіз атаңызды ұрып жатқандай боласыз. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі сахабаға оның жүзінен ұрма, бетінен ұрма, шариғатта беттен ұрдан қайтарылған. Жүзінен ұрма, жүз құрметті жер, Алла оны құрметті етті, және адамды осы жүзде жаратты деген мағынада. Бұл жерде ешқандай Алла жайында айтылып жатқан жоқ. Енді бір хадис бар. Осы хадис бірақ басқаша мәтінмен келеді. Алла адамды Рахманның суретінде жаратты дейді. Бұны қалай түсінеміз енді? Рахманның. Инна Аллаха халақа Адама аля суратир Рахман. Адамды Рахманның бейнесінде жаратты деген. Имам Байхақи рахимахулла айтады: бұл хадисті риуаят етуші адам дамир Аллаға қайтады деп түсініп, Рахман деген сөзді қойған деді орнына. Яғни бұл пайғамбарымыздың сөзі емес, риуаят етушінің қателесіп қойған сөз дейді. Бірінші жауап. Екінші жауап, араб тілінде сурет деген сөз сипат деген мағынада келеді. Мысалы, фулан аля сурати фулан, пәленшінің суретінде, яғни соның сипатында дегенді білдіреді. Яғни Алла субхана тағала адамды Рахманның сипатында жаратты. Аллаға мейірімділік, Алла субхана тағала адамға мейірімділік, рахымдылық сипатын берді. Сен оны ұрма, оған мейірімді бол деген мағынада деді. Ал енді әлгі Алла субхана тағала ағзалардан, мүшелерден тұрады деген адамдар бұл хадисті тікелей алды да Алла адамды өз бейнесінде жаратты деді. Сонда қалай? Алла субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты деді. Хадисті тікелей алады. Керек болса кітап жазып шығарып біреу. Ақидат әхлил иман фи халқи Адама аля суратир Рахман. Иман иелерінің Алла субхана тағала адамды өзінің бейнесінде, өзінің дегенде енді Алла жайында айтылып жатыр. Өзінің бейнесінде жаратқан жайында иманы деген кітап жазып шығарды. Олар келді де Алла субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты деді. Тура осы сөзді айтады. Өз бейнесінде, яғни өз суретінде ме? Иә. Өз көрінісінде деген сөз ғой. Иә. Сонда қалай Алла субхана тағала адамға ұқсайды ма? Христиандарда да осындай не бар еді. Олар алды да суретін сызып қойды. Бұлар не істеді? Суретін сызып қойды ма? Суретін сызып қойған жоқ. Бұлар айтты: Алла адамды өз бейнесінде, өз суретінде жаратты, өз кейпінде жаратты деген хадистің мағынасы деді. Аллада қол бар, адамға қол берді. Аллада көз бар, адамға көз берді. Аллада аяқ бар, адамға аяқ берді. Аллада балтыр бар, адамға балтыр берді. Яғни өз кейпінде деген өзінің ақиқатында жаратты деген мағына алып шықты. Сонда басқалар бұларға айтты: сен бұл хадисті бұлайынан алатын болсаң, онда Алла кез келген жан-жануарды өз бейнесінде жаратты деп айтсаң болады. Кез келген жан-жануарды, яғни итті болсын, шошқаны болсын, өзіне ұқсатып жаратты деп айтсаң болады деді. Неге? Себебі сен айтып жатқан нәрсе ол тек қана адамда бар емес. Ол басқа жан-жануарларда да бар, хайуанаттарда да бар. Аяқ-қол хайуанаттарда да бар емес пе? Шошқада, итте де бар емес пе аяқ-қол? Көз. Или ол тек қана адамда бар ма? Яғни бұл хадисті бұлайынан тәфсирлейтін болсақ, адамды өз бейнесінде жаратты. Оның мағынасы өзінде қол болғандықтан қол берді, көз болғандықтан да көз берді, аяқ болғандықтан да аяқ берді. Осындай мағына береді. Және ол адамдарды бізде қазір қоғамда көптеп кездестіресіз. Бұл тәфсирмен алатын болсаңыз, онда сіз кез келген мақлуқты, кез келген жан-жануарды, итті, шошқаны, маймылды, кенгуруды бәрін Алла өз бейнесін жаратты деп айта аласың. Или ондай емес пе? Ондай емес болса айтыңыздар, ондай емес деп. Солай болып тұрған жоқ па? Ал енді христиандар мен бұлардың арасында сонда айырма қанша? Бір-ақ қадам болып тұр. Бұлар Аллада қол аяқ бар, сол үшін адамға қол аяқ берді деді. Амыналар Алла өз бейнесінде жаратты деді, суретін беріп қойды. Қол аяқпен бірге оның көрінісін де беріп қойды. Біздегілер көрінісін берген жоқ. Яғни бір-ақ қадам болып тұр. Суретінің салынуы сол бейнені беруі болып тұр. Арасында басқа ешқандай айырмашылық қалмай тұр. Әхлі сүнна вал жамаа бұл хадиске түгелде басқаша мағына берді. Және ол ешқандай Алла субхана тағаланың ұқсастық қалып келмейді. Яғни Алла субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты, яғни жәннатта жаратылған күнгі бейнесінде. Алла субхана тағала адамды сол қолдың бейнесінде жаратты, жүзі, сол жүзде жаратты, оның жүзін құрметте деген. Алла субхана тағала адамды
мейірімді етіп жаратты. Бұның қайсысы шариғатқа қайшы? Ешқайсысы қайшы. Ал енді бағанағыдай мағына беру, ол әлбетте Алла субхана тағаланы ұқсату басқа нәрселерге. Сонда лайса камислихи шей дегеніміз тек қана көрініс жағынан ғана. Яғни бұл аяттың біз ең бірінші бұл төбемізге қойып қоятын Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген аяттың олардағы мағынасы тек қана көрініс жағынан ғана. Тек қана көрініс жағынан ғана Алла субхана тағала еш нәрсеге ұқсамайды. Бірақ Алланың қолы бар, аяғы бар, екі балтыры бар, екі жаны бар. Алла субхана тағала жүреді, жүгіреді. Керек болса Алла субхана тағала алты жағынан шектеулі деді. Яғни өлшем жүргізеді. Алла субхана тағала алты жағынан шектеулі деді. Мысалы, имам Абу Джафар Тахауи айтты, Алла субхана тағала шектеулерден пәк деді. Яғни ол дене емес деді. Бұлар келді, оның қол аяқ болғаннан кейін, оның аршыда жайғасып отыр дегеннен кейін, әлбетте оның шектеулерден тұрады деді. Олар айтады, Алла субхана тағала алты жағынан шектеулі, біз бес жағынан қай жерден шектелетінін білмейміз, бір жағынан білеміз деді. Ол асты жағынан деді. Ол аршыға жайғасқаннан кейін, аршыға орныққаннан кейін ол асты жағынан шектеулі болу керек деді. Аршы басталатын жерде Алланың болмысы бітеді деді. Тура үстіп, яғни кәдімгі басқа бір нәрсенің болмысын талқылағандай, солай талқылайды. Сөйтеді, Алла аршыда отыр екен, онда Алла мен басқа мақлұқаттардың арасында арақашықтық жүреді деді. Бізде Алла субхана тағала мен пенденің арасында ешқандай арақашықтық жүрмейді. Жаратылыстың арасында. Неге себебі? Арақашықтық деген ол екі дененің арасындағы нәрсе. Расстояние. Мысалы, мен денемін, бауырымыз дене. Екеуінің арасында арақашықтық. Мынау арақашықтық. Яғни арақашықтық деген ол екі дененің арасында жүретін нәрсе. Имам Абу Ханифа Фиқл Акбар кітабында айтты, Алла субхана ва тағаланың пендесінен ұзақ болуы, жақын болуы арақашықтықпен емес деді. Және қиямет күні біз Алла субхана ва тағаланы көреміз, бірақ Алла субхана ва тағала біздің бір тарапымызда болмайды, және көруші мен Алланың арасында арақашықтық болмайды деді. Сонда қалай көреміз? Алла субхана ва тағала өзінің қалауымен, өзінің құдіретімен біздің көзімізге сондай бір күш береді. Алла субхана ва тағала біз Алланың жамал дидарын көреміз. Ол көру үшін арақашықтықтың болуы алдымызда тұруы шарт емес. Біз оған иншалла Алла субхана ва тағаланың көру мәселесіне келгенде оған да тоқтаймыз иншалла. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла субхана ва тағала сахабалар көрсетіп қойды. Айтты, мен сендерді алдымда тұрған кездеріңде қалай көрсеңдер, сол сияқты артымнан да көремін деді. Бар ғой сондай хадис? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам артында көзі бар ма? Алла субхана ва тағала көрсетіп қойды. Яғни имам Абу Ханифада Алла субхана ва тағала мен пенденің арасында ешқандай арақашықтық жүрмейді. Яғни Алла субхана ва тағала дене емес деген сөз. Ал біздегілер келді, арамызда жүрген, өкінішке орай, осы ақиданы әхлі сүнна вал жамаа сахабалардың атымен таратып жүргендер айтты, Алла субхана ва тағала мен пенденің арасында арақашықтық жүреді деді. Солардың бір ұстаздарының біреуінің кітабында көресіз, яғни атын айтатын болсақ, Ибн ал-Қайим өзінің кітабында, Задул Маад атты кітабында, Фи хади хайрил ибад, 7-ші қабаттағы періштелер 6-ші қабаттағы періштелерден абзал деді. Неге? Себебі олар Аллаға жақынырақ деді. 5-ші қабаттағылардан гөрі 6-ші қабаттағылар абзал. Неге? Себебі олар Аллаға жақынырақ. 5-ші қабаттағылардан гөрі. Себебі 7-ші қабат олардың көзқарасында 7-ші қабат, одан кейін 7-ші қабат аспан бітеді да, оның төбесінде аршы бар, аршының төбесінде Алла субхана тағала отыр деген түсінікте. Сол үшін де арақашықтық жүргізеді. Яғни сіз иншалла үй алатын болсаңыз, этажный бағанағы көп қабатты үйден үй алатын болсаңыз, Құдайға жақынырақ болғыңыз келсе, онда қанша жоғары болса, сонша жоғарысын алыңыз да, сонда сіз жақынырақ боласыз. Яғни бұл олардың ақидасымен алатын болсақ. Ал имам Абу Ханифада, имам Абу Джафар Тахауида бұл кісілерде Алла субхана тағалаға жақын болу, Алла субхана тағаладан ұзақ болу, ол арақашықтықпен емес. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде адамның ең Аллаға жақын болатын кезі қай кезде деді? Сәждеде деді. Бұл әлбетте арақашықтықпен емес. Арақашықтықпен жақын болу ол кімнің ақидасы? Ол Фирауынның ақидасы. Ол өзінің әскер басшысына айтты, Хаманға, маған бір үлкен сондай не соғып бер деді, не бас күрек, мен соның үстіне шығып Мусаның құдайын көрейін деді. Бұл әлбетте әхлі сүннаның ақидасы емес ол. Сол үшін де ал енді әлгі аяттар бар, Құранда келген аяттар бар, қол деп келген аяттар бар, жүз деп келген аяттар бар. Бұл аяттарды қалай түсінеміз? Ол аяттарды біріншіден ол аяттарға өтуден алдын біз бірінші лайса камислихи шей, еш нәрсені Алла субхана тағала ұқсамайтынын білуіміз керек. Және бұл аяттан біздің имамдарымыз Алла субхана тағала мен жаратылыстың арасында ортақ еш нәрсе жоқтығын, түгелдей өзгеше екендігін түсінді. Енді бұл аяттарға қандай мағына береміз? Оны ауыспалы мағынасын берген ғұламалар бар. Немесе ол аяттарды мағынасын Аллаға тапсырамыз. Мысалы имам, яғни ол аяттардың мағынасын, имам Шафи айтпақшы, Алланың сөзіне өзі қалаған мағынада, пайғамбарымыздың сөзіне өзі қалаған мағынада, өзі қалаған мақсатта тұтқан мағынада иман келтірдім деген сөз бар. Сол сөзбен аламыз да бұл аяттарға біз иман келтіреміз Алладан екендігіне, және Алланың еш нәрсеге ұқсамайтындығына иман келтіреміз. Және бұл жерде ол ағза мүше мағынасында емес екендігіне иман келтіреміз. Себебі ол ағза мүшесінің мағынасында қабылдау қайтадан ұқсастыққа алып келеді. Ал енді
басқа қандай мағынасы бар? Мағынасын Аллаға тапсырамыз да аяққа иман келтіреміз. Сол үшін имам Абу Ханифа, имам Найсабури китабул-Иътиқадат кітабында санадымен келтіреді. Имам Абу Ханифадан Алланың осы кәләміне қатысты, бағанағы яд бізге аударатын болсақ, қол деген мағына береді, аяқ деген мағына беретін сөздерге қатысты қалай айтамыз деген кезде, оны арабша айтамыз, бірақ оны парсша басқа тілде айтпаймыз дейді. Сол жақта имам Суфияндардан да басқалардан да келеді. Яғни себебі сіз аударып жатқан кезде қайтадан оның ағза мағынасына айтып жатасыз. Мысалы, яд деген не деген кезде, яд деген ол қол дейсіз. Қол яғни ол ұстау құралы. Сол үшін де бұл аяттарға біз иман келтіреміз, бірақ ол әлбетте бағанағы ағза мүше мағынасында емес, оған бірге қоса иман келтіру керек. Одан кейінгі мағынасын Аллаға тапсырамыз, басты қатырмаймыз. Бәрі де Алладан келген, Аллаға иман, Алланың сөзіне, Алланың өзіне иман келтіреміз дейміз де тоқтаймыз болды. Және екінші бір ұстаным, ол да әхлі сүнна вал жамааның ішінде, бұл Құран араб тілінде түсірілді. Алла Субхана тағала Құран кәрімде инна анзалнаху Құр'анан арабия. Біз Құранды араб тілінде нәзіл еттік дейді. Араб тілі болғаннан кейін ол араб тілінің ережелеріне сәйкес түсіндіріледі дейді. Мысалы бізде қазақ тілінде ет асу десек, немесе бағана қолы ашық десек, аузын ашса жүрегі көрінеді деген бұл сөздердің бәрінің не ауыспалы мағынасы бар. Сол сияқты бұл аяттарды ауыспалы мағынасында түсінеміз дейді. Бірақ ешқашан бұл ағза мүше мағынасында Алла Субхана тағаланың өзіне жараса ағза мүшесі бар деген сөзді айтуға болмайды. Себебі ол ширкке алып келеді. Христиандар түскен қатеге алып келеді. Біз ол сөзді айту арқылы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, артынан еріп кетесіңдер, жардан құлайсыңдар дегендердің қатарына кіріп қаламыз. Сол үшін де бұл нәрседен иншалла сақ болайық. Бұл мәселеге біз кеңінен иншалла алдында өзі имам Абу Джафар Тахауи бұған қатысты сөздері бар. Сол аяттарға қатысты сөздері бар. Сол сөздерге келген кезде иншалла оған кеңінен тоқтаймыз. Мен қазір оған бір қаша кіріспе ретінде, яғни естеріңізде жүрсін деп қаша тоқтап кеттік. Енді имам Абу Джафар Тахауи сөзін жалғастыра келе айтады. Бірінші айтты, Алла Субхана тағала жалғыз, оның серігі жоқ деді. Уәлә шай'a мислуху, еш нәрсе оған ұқсамайды деді. Және одан кейін айтады, уәлә шай'a юъджизуху. Уәлә шай'a юъджизуху. Бұның мағынасы, яғни орысша оған былай мағына берген. Ничто не может превозмочь его деп. Яғни еш нәрсе Алла Субхана тағаладан асып кете алмайды. Араб тілінде ажуз сөзі арқа дегенді білдіреді. Яғни еш нәрсе Алла Субхана тағала артта қалдыра алмайды деген. Яғни бұл әлбетте ауыспалы мағынасында, яғни ешкім Алла Субхана тағаланың бұйрығына қарсы тұра алмайды, ешкім Алла Субхана тағаланың қалауына тосық бола алмайды деген мағынада. Оған қатысты Алла Субхана тағала көптеген аяттарды келтіреді Құранда. Мысалы соның бірі Тәуба сүресін ашып көрсеңіз, уа'ламу аннакум гайру му'джизиллах, біліңдер сендер Алла Субхана тағаладан асып кете алмайсыңдар. Неге? Себебі адам Алла Субхана тағаладан асып кету үшін оның өзіне еркі өзінде болу керек. Ал ешкімнің еркі өзінде емес. Уала илаха гайру. Имам Абу Джафар Тахауи айтады, және Алла Субхана тағаладан басқа ешқандай тәңір құдай жоқ деді. Біз бұған басында рубубия улухия қатысты сөз қозғаған кезде бұған тоқтап кеткенбіз. Яғни Алла Субхана тағаладан өзге ешқандай жаратушы да, рызық беруші де, зиян пайда келтіруші де, ешқандай құлшылыққа лайықта еш нәрсе жоқ. Және мен бағана есімнен шығып кетіпті, біздің арамызда жүрген кейбір сондай бір топтардың ұстаздары әлгі Алла Субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты деген хадиске мынандай шарх береді деп шархын айтып кеттім. Олар мынандай түсінік береді, яғни Аллада қол болғандықтан адамға қол берді, Аллада аяқ болғандықтан адамға аяқ берді деп шарх жасайды деп айтып кеттім. Енді сөзім дәлелсіз болмау үшін, немесе кім қай жерде келген деп айтатын болса, оны кез келген адам Ақидал-Уаситияға жасалған шарх бар. Ақидал-Уасития, оны Ибн Таймия жазған. Ибн Таймия рахимахуллахтың кітабына жасалған шарх бар, Мұхаммад ибн Салих ал-Усайминнің Шарх ал-Ақидал-Уасития деп аталады. Ибн ал-Джаузи баспасы 2004 жыл. Сол кітапты ашып қараса, сол кітаптан осыны таба алады. Яғни біз үшін біреулерге жала жауып отыр деп ешкім ойламасын. Оны оқып көрдік, өзімізде ол кітап бар. Керек болса, иншалла, оны әкеліп ашып көрсетуге де болады.